өтсек. Жалпы жылдамдық деп отырғанымыз бұл бізде бірлік уақыт аралығында жүрілген жол. Яғни бұл жерде біз қарасақ, жүрілген жол бірлік уақытта. Яғни бізде бірлік уақыт 1 секунд, 1 сағат, 1 минут, 1 күн, 1 ай, 1 жыл, 1 ғасыр немесе 1 дәуірге созылады. Сондықтан да біз нақты түсініп алуымыз керек. Мысалы 5 бізде километр сағат немесе метр секунд деп алайықшы. 5 метр секунд. И осы бізде бірлік уақытта жүрілген жолымыз. Яғни 1 секундта біз 5 метр жолды жүріп тұрмыз. Сондықтан осы жерінен ешқашанда шатаспау керекпіз, достар. Ендеше қараңыздар, бізде бірлік уақытта жүрілген жолымыз 1 секундта жүрілген жолымыз 5 секунд. Демек, біздегі бұл нақты жылдамдықтың мәні. Мысалы, бізде 36 км сағат деп берілсе есептерде, біз бұны міндетті түрде метр секундқа айналдырып алу керек. Сағатты және де біздегі километрді километрімізді біз метрге, сағатымызды минутқа айналдыру керекпіз. Мысалы, белгілі бір велосипед деп қарайық, велосипед 15 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Яғни секундына 15 метр жолды жүреді деп түсініп тұрсақ, Енді қараңыздар, оқушылар, бұл жерде бізде нақты 15 метр секунд жылдамдығы беріліп тұр. Яғни біз есептің берілгенде бірлік уақытта жүрілген жолды метрмен берілу керек. Метрмен, секундпен, яғни басқа қыбыжыда жоқ. Мысалы, 30 метрді 15 метр секунд жылдамдықпен қанша уақытта жүрді деген сияқты есептері болады. 1 секундымыз бізде тең болады S-ке, ал біздің жылдамдығымыз, яғни V-мыз тең болады. Ол белгілі бір біздің мысалы жаңағы айтып отырғанымыздай 15 метр секундқа тең деп ойлар. Енді келіп бір есепті қарап көрейік, просто мысал, V-мыз 10 метр секундқа тең деп есептеген кезде, секундына бізде 10 метр жолды жүреді деп есептейміз, дұрыс па? Сонда біз бұл жерде қарасақ, жылдамдығымыз 10 метр секундқа тең, бұл біздің белгілі бір жылдамдығымыз. Енді осы жерде S-ымыз тең болады V көбейтілген Т. Бұл енді барлығымыз мектеп кезінде білетін ең негізгі, вообще физиканың ең главный формуласы S тең V көбейтілген Т формуласы. Енді осы жерде V-ның орнына біз Т-ны тауып алу үшін, яғни V-ны тауып алу үшін V тең S бөлінген Т деп аламыз. Бұл бізде ең главный формула, яғни V-ны табу үшін S-ті Т-ға бөлеміз, S-ымыз метрмен, ал Т-мыз бізде секундпен берілген. Яғни жылдамдықтың негізгі формуласы бізде осы жерден шығып тұр. Енді біздегі жылдамдықтың өлшем бірлігі метр секундпен беріледі. Яғни есептің берілген, яғни біздегі анықтамада бірлік уақыттағы жүрілген жол болған екен. Енді мысал қараңыздар, 10 км сағат. 1 сағатта 20 км жол жүреді деп тұр, бұл жерде, дұрыс па? Сонда бізде 56 км сағатта, яғни сағатына 56 км жол жүреді деп тұр. Енді осы жерде бұны шығару үшін біз міндетті түрде ХБЖ-ға келтіріп алу керек, біз яғни метр секундқа. Мысалы, енді қараңыздар, оқушылар, салыстырмалы жылдамдық деген нәрсе бар. Салыстырмалы жылдамдық дегеніміз ол бірлік уақытты қарастырған кездегі салыстырылып жатқан денелердің арақашықтығының өзгерісі. Яғни, белгілі бір екі денені арақашықтығының өзгерісі салыстырылып жатқан. Мысалы, суретте берілген, бізде екі жеңіл жүк көлік, яғни машиналарды, жеңіл жүк көліктерін, яғни жүк емес, жеңіл көліктер салыстырып жатырмыз. Енді осы жерде қарасақ, осы есепте біз толыққанды түсіне аламыз бір-біріне бағыттас жылдамдықтар, бір-біріне қарама-қарсы бағыттағы жылдамдықтар деген сияқты. Ендеше осы есепте қараймыз, бір-біріне әсер ете алмайтын денелер қарама-қарсы қозғалса қандай бағытта қозғалады. Дұрыс па? Енді қараңыздар, сағаты бізде старт. Старт бұл бізде ең басында басталып тұр. Бұл қызыл машина, ал бұл бізде көк машина. Енді V тең болады 5 метр секундына деп алайықшы, көк машинаныңкін. Ал қызыл машинаныңкін V тең 15 метр секунд. Яғни 1 секундта 15 метр жол жүреді, немесе 1 секундта 5 метр жолды жүреді деген мысалмен, қарапайым мысалмен қарастырсақ, Енді қараңыздар, оқушылар, бізде белгілі бір уақыт аралығында бұлар қандай бағытқа қозғалғанда жылдамдықтары екі бағытқа қарама-қарсы бұлай қозғалғанын анықтайды.
Енді көк машинамыз бізде оң жақ бетке қарай 1 секундта жетіп барды. Ал қызыл машинамыз бізде сол жақ бетке 1 секундта жетіп барды. Арасы 15 метр және де 5 метр, дұрыс па? И мына жерде санақ басынан қызыл және де көк машинамыз санақ басынан қозғалып тұр бұл жерде. Енді бұл есепті жалпы түсіндіру үшін сіздерге мысалы қарапайым жолмен біз мысалы қызыл машинаның екінші координатасы бұл бірінші координатасымен, то есть қызыл машинаның бірінші координатасымен көк машинаның соңғы координаталары толыққанды 20 метрді құрайды. Яғни былай қарата солға қарата 15 метр, оң жаққа қарата 5 метр. Енді бізде ВС тең болады 20 метр секундқа, дұрыс па? Енді толыққанды біздегі 1 секундта жүрілгеніміз 20 метр, яғни бірлік уақытты қарастырған кездегі салыстырылып жатқан денелердің арақашықтығының өзгерісі болғандықтан. Енді бізде толыққанды арақашықтығымыз 20 метрге тең, ВС-мыз 20 метр секундқа тең болғандықтан, бізде бұл есепті шығару түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Сондықтан да қарама-қарсы бағытта қалай қозғалып жатыр, немесе кері қарай бағытта қалай қозғалып жатыр деген мағынаны мысалды түсіндіріледі. Яғни мысалы қараңыздар, бір-біріне әсер ете алмайтын денелер қарама-қарсы бағытта қозғалса қалай болады? Бір-біріне әсер ете алмайтын. Яғни мен белгілі бір бағытта жүремін, и менің артынан белгілі бір көлік белгілі бір бағытта жүріп бара жатады. Сол кезде бір бағытта жүргеннен кейін и оның артынан екінші бір бағытта бір-біріне әсер етпеген жағдайда және де олардың бағыттары бір бағыттас болған кезде біздегі көліктердің жылдамдықтары бір-бірімен өзара қосылады. Яғни бізде қараймыз, міне координатада 20 метр секунд жылдамдықпен жүріп жатыр дейміз. В секундымыз бізде тең болады В1 қосылған В2-ге. Яғни толыққанды 20-мыз бізде В1 мен В2-нің қосындысынан шықты.